Мен 1983 жылы Алматы облысында дүниеге келдім. Отбасында 7 жан едік. Ата-анам, әпкем мен және менен кейінгі сіңілім мен 2 інім. Өмірге 2 рет келген ерекше жанмын десем де болады. Қарқымнан шыққаннан кейін әжем тоңазытқышта тұрып қалған ескі сиыр сүтін берген екен. Соны көтере алмай ауруханадан бірақ шығыппын. Қатты ауырып жан сақтау бөліміне түсіппін. Анаммен бірге ауруханада 2 ай жатып, бетім бері қарамай жүрегім тоқтап қалыпты. Мені өлдіге санаған балалар дәрігері моргке апарып қойыпты. Арада аз ғана уақыт өткенде жүрегім қайта қағып шырқырап жылаппын. Сол кезде алдымен Алла, екінші Салтанат Саттарова деген дәрігердің арқасында 2 рет өмірге келіппін. Сол дәрігер ата-анама қыздарыңыз өскенде ерекше сезімтал қыз болып өсет деген екен. Қатты қуанған әкем дәрігерге алғысын білдірмек болып не қалайтынын сұраса, дәрігер бір шелек қарақат жемісін сұратқан екен. Қандай қарапайым, өз ісіне адал, берік жан десеңізші. Тілім ерте шығыпты. 2 жасымда бірнеше сөйлемдерді құрап, анық сөйлеп жүріппін. Әкем мені ерекше жақсы көріп, туған туыс пен дос жаранын жиып, үлкен тұсаукесер той жасап беріпті. Әкем жоғары білімді, бірнеше тілді меңгерген, еңбекқор кісі еді. Қол астында бірнеше қызметкерлер жұмыс істейтін. Жағдайымыз жақсы, өте бақуат тұратын едік. Әлі есімде, 1988 жылы әкем су жаңа семерка Жигули сатып алып, бірнеше күн тойлатып еді. Анам әкеме тұрмысқа шыққалы жұмыс істеп көрмеген екен. Қолын жылы суға малып, бала туып, бізді қарап үйде отырған. Кейін сол жылы әкем дүние байлықты көтере алмады ма, әлде басқа себебі болды ма білмеймін, анаммен ажырасып, бізді тастап кетті. Ол кезде кішкентай баламыз. Әкеміздің не үшін бізді тастап кеткенін түсінбедік. Анамның мінезі тұйықтау, салқын қанды болатын. Әкем секілді бізді мейірленіп иіскеп құшақтамайтын, ашылып сөйлеспейтін. Әкемнің не үшін кетіп қалғанын бізге түсіндіріп айтпады. Әкем кетіп қалғаннан кейін өмірі жұмыс істеп көрмеген анама қиын болды. Әкем бар кезде туған туыс, жолдастары жиі келіп қонаққа шақырып араласып тұратын. Кейін ол кісілерде ізім қайым жоқ болды. Анам әр істің басын шалып жүрді, ешкімнен көмек сұрамады. Көмек сұрағанның өзінде де 1-2 рет көмектесер, сонымен болды. Кейін кеңес үкіметі ыдырап, еліміз егемендік алды. Сол кездері біз қатты қиналдық. Анам күн көріп бізді асырау үшін сауда жасады. Арада біраз уақыт өткеннен кейін анамның денсаулығы сыр беріп ауырып, жағдайы нашарлап қалды. Өз басымен қайғы болып, бізді асырауға шамасы келмей қалды. Сөйтіп туған туысты жағалай бастадық. Ауру әйел 5 бала, тоқырау заманда туыстарға да сыймадық. Әкемнің туысы жақын көкеміздің үйінде тұрып жатқанымызда бір күні ішіп алып, сендердей артық ауызды асырай алмаймын. Өз бала шағамды бағып алсам да қалай, кетіңдер, деп үйінен қуып шыққаны әлі есімде. Анам бір үйдің жалғыз қызы болған. Ата-анасы ертеректе қайтыс болып, туыстарының қолында тәрбиеленіп, мектеп бітіре салып әкеме тұрмысқа шыққан екен. Ал өз ата-апамыз ұзақта тұратын. Үлкен қарт кісілер әкем бар кездің өзінде сирек хабарласады екен. Туылғанымда келіп қарасамын деп, әжем сиыр сүтін беріп, мен бір өлімнен қалғаннан кейін мүлде келмей кетіпті. Сонымен әкемнің кіші інісінің үйіне бардық. Ол кісілердің де жағдайы мәз емес екен. Бір күні сол көкеміз табалдырықта шылым шегіп отырып, «Ей, байғұстар-ай, сендер де бір күні көшеде қаңғырып қаласыңдар-ау», дегені еш есімнен кеткен емес. Адамның бала кезде алған жан жарасы мен бақытты кезеңдері есте қалады деп бекерге айтылмаса керек. Ақыры әр үйде бір жүріп, жайымыз болмай, 1993 жылы анам бізді балалар үйіне тапсырды. Мұнда уақытша ғана боласыңдар. Мен жұмыс тауып, жағдайымды дұрыстаған соң, қайта қолыма аламын, бірге боламыз деп бізді тастап кете барды. Жат мекенде, бейтаныс жандардың жанында бесеуіміз бір-бірімізді құшақтап, жан-жағымызға жәудеңдеп, көзіміз мөлтілдеп қала бердік. Әкем сол кеткеннен мол кетті. Анам демалыстарда келіп тұратын. Келген сайын бізді қашан алып кетесіз деп сұрай беретінбіз. Анам әрдайым кішкене шыдаңдар, аз қалды деп айтатын. Кейін анамда келуін сирете бастады. Әр түрлі сылтаулар айтады. Біз оны түсінуге тырысатын едік. Ауырып жүрген болар деп ойлайтынбыз. Сөйтіп жүргенде анамыз да сол кеткеннен мол кетті.
Бір үміт, бір күмәнмен бала жүрегім жаралы, жанымыз жабырқау, іштей осындай мәңгілік қалғанымызды мойындағымыз келмей бір-бірімізді құшақтап, көзіміз мөлтілдеп жылауымыз көбейді. Сонымен терезеге телмірумен, әкем болмаса анамыз бір күні келіп бізді алып кетер ма екен деген үмітпен тұрып жаттық. Балалар үйінде түрлі тағдыр иелері тәрбиеленеді. Қилы-қилы тағдырлар дерсің. Ата-анасы қайтыс болған, немесе ажырасып тастап кеткен, ата-аналары ішкілікке, нашақорлыққа салынып, қараусыз қалған балалар да бар. Енді біреулері дүние есігін аша сала көкек анаға керексіз болып, қатал тағдыр тәлкегіне түскендер. Перзентханаға тастап кеткен, қоқыс жәшігінен дәретханадан табылған балалар да осында. Көздері мөлтілдеген, жанарлары жәутеңдеген, жандары жабырқаулы, бала жүректері мейіріммен шапағат іздеген қилы тағдыр иелері. Солардың арасына біз де қосылдық. Мұндағы темірдей тәртіпке бағындық. Ересектердей өз төсектерімізді жинаймыз, бөлмелердің шаң тозаңын сүртіп еден жуамыз. Кейде сылағы түскен жерлерді ақтап сылаймыз. Өз киімдерімізді өзіміз қолмен жуып шайып аламыз. Сол жерден не берсе соны киеміз. Тамақ та солай. Аш қалғың келмесе бергенін жейміз. Тәртіпке бағынбасаң, болмаса бірдеме ұнамай қалса, қарсылық білдірер болсаң, аямайды. Тәрбиешілерден жақсылап таяқ жейсің. Құдды бір есік терезесі ашық түрме секілді. Балалар үйінің арнайы мектебі жоқ еді. Орталыққа барып, жалпы мектепте оқып жүрдік. Толыққанды отбасының балаларымен біздің арамыз жер мен көктей еді. Біз үстімізге ілінгенді киіп, бірде аш, бірде тоқ болып жүретінбіз. Ата-анасы бар толыққанды отбасыларының балалары мектеп асханасынан қалағанын алып жеп жүретін. Жақсы киінетін, жарқырап күліп ойнап жүретін. Сабақтан соң ата-аналары келіп, мектеп алдынан күтіп алып кететін. Ата-аналарына еркелей, қол ұстасып әңгімесін айтып кете бара жатқан балаларға қызыға да, қызғана да қарайтынбыз. Ішімізден армандаймыз. Шіркін, біздің де отбасымыз болса ғой. Әке-шешемізге еркелесек, өз үйімізде тұрсақ, әке-шешеміз келіп алып кетсе екен, дейтінбіз. Бесеуіміз мұнда бауырмашыл болдық. Әпкем екеуміз сіңлім мен інілерімізге қарап жүретінбіз. Осылай жүргенімізде араға бір жыл салып анамыз келді. Жүрегіміз лүпілдеп қуанып жылап көрістік анамызбен. Бізді алып кетуге келген болар деп ойлап қалдық. Бірақ олай болмай шықты. Анамыз сол баяғыдай денсаулығы түзелмепті. Ақшасы аз, жеңілдеу жұмыста істеймін. Сендерді алып кете алмаймын. Әкелеріңнен сол күйі еш хабар жоқ. Осында тұруларыңа тура келеді. Мен келіп тұрамын. Мұнда әйтеуір қарындарың тоқ, киімдерің бүтін ғой, деді. Сөйтіп қуанышымыз су сепкендей басылды. Әкелген азын аулақ жеміс, тәттілер мен киім кешегін беріп кетіп қалды. Бесеуіміз тағы шырқырап жылап қалдық. Сол кеткеннен анам араға бір жыл салып, жазғы демалыста бірақ келді. Сөйтіп бізді алып, өз ата-әжеміздің ауылына алып барды. Ес білгелі ол кісілерді алғаш және соңғы рет көруім еді. Белдері бүгілген қарт кісілер екен. Сол жерде атамнан 7 адамды сұрап жазып алдым. Атам соғыс ардагері, өте еңбекқор, жақсы кісі болған екен. Осылай анам жылына бір рет жазғы демалыстарда келіп кетіп жүрді. Кейде ғана бізді анда-мұнда алып шығатын. Анам табиғатынан тұйық, салқынқанды еді. Жылына бір рет келсе де бізді құшып, мейірлене иіскеп, сүйіп еркелеткен емес. Мұнысына ренжімейтінбіз, әйтеуір әкем секілді бізді тастап, жоқ болып кетпей келіп тұрғанына қуанатынбыз. 2000 жылы балалар үйінен мен және бір ұл екеуміз 11 сыныпты бітірдік. Сол кезде анам бір футболка мен шорты әкеп берді. Винеткаға 500 теңге тауып бере алмады. Бұл жағдай жаныма қатты батты. Сыныптастарымның барлығы суретке түсіп винеткаларын алып қоштасу кешіне дайындалып жатты. Менің көңіл қошым болмады. Қоштасу кешіне киетін көйлегім жоқ еді. Бөлмеде жылап отыр едім. Сол жердегі мұғалім кіріп қалды. Алдында толыққанды отбасыларының ата-аналары біздей жетімдерге пітір садақа беріп тұратын. Сол ақшаның бір тиынына тиіспей, осы мұғалімге беріп жинап жүретінмін. Осы апайым сол жинаған ақшамды алып келіпті. Сөйтіп басқа да мұғалімдер ақша қосып, маған қоштасу кешіне киетін көйлек пен аяқ киім сатып әперді. Осы ұстаздарыма көп рахмет. Сол кезде жабырқаулы жетім жүрегімді бір қуантты.
Қоштасу кеші өткен соң қаладағы бір жеке жоғары оқу орнынан адамдар келіп қайырымдылық жасаймыз, 10 баланы өз қамқорлығымызға алып тегін оқытамыз деп оқуға шақырып кетті. Сол жоғары оқу орнына оқуға түстім. Содан кейін балалар үйі меңгерушісі қолыма куәлігімді беріп, жоғалтып алмауымды қатаң ескертіп, қоштасып шығарып салды. Жасым небәрі 17-де. Сол кезде ондағылар қолымызға не ақша, сөмкемізге не тамақ салып бермепті. 17 жасар қыздың ендігі тағдыры жайлы ойламай балалар үйінен шығарып жіберді. Үлкен қала, қайда барарымды, не істерімді білмей, жан-жағыма алақтап, ересек белгісіз өмірмен бетпе-бет келдім. Содан жақын маңдағы саябаққа барып отырдым. Біраз ойландым. Анам соңғы рет келгенде мекен жайын тастап кеткен болатын. Сөмкемдегі азын-аулақ тиынмен автобусқа отырып анама бардым. Барсам, анам өзі туып өскен жеріне, туыстарына кетіп қалыпты. Кеткеніне біраз уақыт болыпты. Содан не істерімді білмей отырып, есіме балалар үйінде тұрып жатқанда қайырымдылық жасап келіп жүретін ерлі-зайыптылар бар еді. Сол кісілер осынан шыққан соң қиналып жатсаң хабарласарсың деп телефон номерлерін беріп кеткен болатын. Анам тұрған үйдің иесіне жағдайымды айтып, телефон сұрап әлгі кісілерге хабарластым. Сөйтіп ол кісілер маған уақытша қаладан пәтер жалдап берді. Ол кісілерге де алғысым шексіз еді. Сөйтіп күзде оқуға бардым. Студент атанып, сабаққа бардым. Курстастарым маған бір басқа планетадан келгендей қарайды. Өйткені менің үстімдегі киімім кеңес үкіметінен қалған ескі үлгідегі киімдер еді. Оқып жүріп мейрамханаға даяшы болып жұмысқа кірдім. Сол жерден тамақтанамын, маңдай термен өз еңбегіммен тапқан ақшама киініп мәз болдым. Бірінші курсты аяқтағаннан кейін жатақханаға ауыстым. Осылай жұмыс істеп әрі оқып жүрдім. Үшінші курсты аяқтар кезде деканатқа шақыртты. Барсам, 3 жылдың ақшасын төлемепсіз, соны төлеңіз, болмаса оқудан шығарамыз деді. 3 жылдың ақшасы, біраз сома. Менде мұндай ақша қайдан болсын? Ректорға кіріп бар жағдайымды айттым. Соңғы курсым қалды ғой, маған мүмкіндік беріңізші деп едім. Ол кісі маған: жетім болсаң қайтейін? Мұныңды маған міндетсің бе? Ақшасын төлесең оқисың, болмаса құжаттарыңды ал да кете бер, деді. Сөйтіп ит сияқты мені кабинетінен қуып шықты. Ректордың мұнысына қатты налыдым. 5 уақыт намаз оқып, қажыға барған кісілер бір жетімге қол ұшын соза алмағаныма деп көз жасым көл болды. Сөйтіп қалалық әкімдікке бардым. Жағдайымды айтып көмек сұрадым. Ондағылар оқу орныма хат жазып, менің соңғы курсты аяқтауыма мүмкіндік сұрады. Бірақ оқу орным 3 күн ғана рұқсат берді де 4-ші күні оқудан шығарып жіберді. Бұл жерде о баста мені оқуға алып келген балалар үйінің жетекшісі оқу орнымен келісім шарт жасаспапты. Сол қателік болды. Оқудан шығып кетсем де, қайтсем де оқып білім аламын деп, келесі жылы даярлық курсына барып қайтадан оқуға түстім. 2004 жылы Сара Назарбаева жетім балалар үйінен шыққан боз балаларға арнап жас өспірімдер үйін ашты. Онда 16-23 аралығындағы балалар үйінің түлектері тұра алатын еді. Мен де сол жерге барып орналастым. Онда 2 жыл тұрдым. Сөйтіп 23 жасымда үкімет баспана беріп, өз үйіме көштім. Жоғары оқу орнында күндізгі бөлімде 8 жыл оқып диплом алдым. Аллаға шүкір, үйлі болып, маман иесі атандым. Бірақ балалар үйінде тәрбиеленген жетімдер деген маңдайымызға таңып қойған таңба болашағыма үлкен әсер етті. Қыз баласы болған соң тұрмыс құрып сәби сүйгім келеді. Балаларым толыққанды отбасында мейірім мен шапағатқа бөленіп өссе екен, ештемеден таршылық көрмесе екен деймін. Бірақ маған сөз салған жігіттер балалар үйінде өскенімді білген соң көз қарастары күрт өзгереді. Бірде бір жігіт сөз салып ата-анасымен таныстыруға апарғанда, анасы сен сияқты тірі жетімнің артынан іздеушісі болмаса жасауыңды кім әкеледі деп шорт кесті. Кейін әлгі жігітім маған неше түрлі ауыр сөздер айтып, жылатып тастап кетті. Мұндай жағдай бірнеше рет қайталанды. Балалар үйінің қызына үйленгісі келмесе, үндемей кете салса екен дейсің. Өйткені жастайымыздан тағдыр тәлкегіне түсіп қанша қиналдық онсыз да. Жүрегіміз онсыз да жаралы. Қазіргі таңда жасым 38-де, тұрмысқа шыққан жоқпын. Мамандығым бойынша жұмыс істеймін. Інілерім ержетіп, жоғары оқу орындарын бітірді. Бір інім жақында қажылыққа барып келді. Жеке кәсібі бар. Әпкем мен сіңілім де жанымызда. Анамды тауып қолымызға алдық.
5 баламен пенсияға ерте шықты. Анамды кінәламаймын. Оның бізді дүниеге әкеліп, түн ұйқысын 4 бөліп, ақ сүтін беріп қарағаны үшін борыштармын. Бізді амалы жоқтан балалар үйіне тапсырды. Тек денсаулығы болмай қалды. Болмаса ішіп жаман жолға түсіп кеткен жоқ. Тасбауыр туыстарымыз үйінен қуғанда қайтсем де адам болып аяғымыздан нық тұрамыз деп едім іштей. Міне, қазір соған жеттік. Аллаға шүкір, ешкімнен ештеме сұрамадық. 3 үйіміз бар, жағдайымыз жақсы, Аллаға шүкір. Әкем сол 1988 жылы үйді сатып, бізді тастап жаман жолға түсіп кетті. Содан аты шығып, ешкіммен бас қоспай, еш жерде тұрақтай алмай, қартайғанда бізді іздеп өзі келді. Бір қалада, бірақ бөлек тұрамыз.